Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы. Қозғалыс дегеніміз не? Айналамыз қозғалысқа толы. Адамдардың жүруін, көліктің бір орыннан екінші орынға ауысуын қозғалыс дейміз. Роботты қозғалту үшін бағдарламада командалық блоктар тізбегін дұрыс көрсету қажет. Суретте секунд санымен режимі бойынша моторды тәуелсіз басқару блогы арқылы команда блоктарымен мысал келтірілген. Жазылған бағдарламаны роботқа жүктейміз. Робот пен компьютерді USB кабель, Bluetooth және Wi-Fi арқылы қоса аламыз. Енді біздің роботымыз қозғалысқа келеді. Сабағымыз аяқталды. Сабағымыздың соңын күн шуағы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды, сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы. Қозғалыс дегеніміз не? Айналамыз қозғалысқа толы. Адамдардың жүруін, көліктің бір орыннан екінші орынға ауысуын қозғалыс дейміз. Роботты қозғалту үшін бағдарламада командалық блоктар тізбегін дұрыс көрсету қажет. Суретте секунд санымен режимі бойынша моторды тәуелсіз басқару блогы арқылы команда блоктарымен мысал келтірілген. Жазылған бағдарламаны роботқа жүктейміз. Робот пен компьютерді USB кабель, Bluetooth және Wi-Fi арқылы қоса аламыз. Енді біздің роботымыз қозғалысқа келеді. Сабағымыз аяқталды. Сабағымыздың соңын күн шуағы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды, сау болыңдар.